Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Каспий қоғамдық университеті Әділет колледжі, оқытушы Доланбаева Найля Сесенова. Пән кәсіпорын экономикасы, 2-ші курс. Мамандық менеджмент, салалар және қолдану аясы бойынша. Сабақтың тақырыбы кәсіпорындағы еңбекақыны ұйымдастыру принциптері мен механизмдері. Сабақтың мақсаты кәсіпорындағы еңбекақының мәні мен принциптерін, нысандар мен жүйелерін ашып көрсету. Осыған байланыс жоспар: еңбекақы мәні мен принциптері, жұмыскерлер еңбекақы нысандары мен жүйелері, еңбекақыны жоспарлау мен мемлекеттік реттеу. Сонымен еңбекақы бұл жұмыскерге оның еңбегі үшін сапасына және шығарған қажетті өнім көлеміне сәйкес берілетін төлем. Жұмыс күші, яғни құны, бұл қызметкердің өміріне қажет және оның еңбек қабілетін қалпына келтіруге жәрдемдесетін заттардың жинақ құны. Бұларға жататындар: жұмыскердің қажеттілігін қанағаттандыратын мүлік құны, оны мамандыққа оқытуға кеткен шығындар, оның отбасының өмір сүруіне қажетті заттардың құны. Еңбекақы қызметтері келесідей болып табылады: ынталандырушы функциясы, өлшемді үлестіргіш функциясы, ресурстық орналастыру функциясы, ұдайы өндірістік функциясы, халықтың төлем қабілеті бар сұранысты қалыптастыру функциясы. Еңбекақы ұстанымдары. Ол да бірнеше бөліктерге бөлінеді. Жалпы еңбекақы ұстанымдарын айтатын болатын болсақ, еңбекақы тым жоғары болған сайын біздің жақсы жағдайымыз одан арман жақсы болады деген нәрсені көрсетеді. Еңбектің және өндірістің тиімділігін көтеруіне қарай нақты еңбекақының өсуі. Бірақ еңбекақы қарқыннан көп озық болып өсіп кететін болса, онда бұл ұстаным бұзылады, инфляцияға келеді, ақшаның төленуіне, экономиканың тоқырау құбылыстарының дамуына әкеледі. Келесі, еңбекақының дифференциалды болуы. Жұмыскердің еңбекақысы оның салалық теңдігіне байланысты болуы тиіс. Келесі, тек еңбекке тең еңбекақы. Нарық жағдайында қарастырылып отырған ұстанымды түсіну. Адамдардың жасына, жынысына, ұлттық тиістілігіне қарай еңбекақыда кемсітушіліктер болдырмау. Кәсіпорын ішінде үлестіруде әділдік ұстанымының сақталуы қажет. Еңбекақыны мемлекеттік реттеу, еңбек нарығының әсерін ескеру, еңбекақы нысандары мен жүйелерін қарапайым, логикалық және түсінікті болуы. Еңбекақыны ұйымдастыру тәжірибесінде еңбекақының 2 нысаны қолданылады: мерзімдік және кесімді. Мерзімдік ақы төлеу кезінде еңбек өлшемі пайдаланылған уақыт болып табылады, ал табыс болса нақты пайдаланылған уақыттың жалақысына немесе қызметкердің тарифтік мөлшерлемесіне байланысты есептелінеді. Мерзімдік еңбекақы формуласы келесідей болып табылады: еңбекақы тең болады біліктілік разрядындағы жұмысшының меншіктенген тарифтік мөлшерлемесі көбейтеміз нақты пайдаланған уақытқа. Осыған байланысты сіздерге мысал келтіріп қойдым. Яғни, белгілі бір кәсіпорында жұмыс істейтін жұмыскердің тарифтік ставкасы 2000 теңге болатын болса, ол мысалы бір ай ішінде 182 сағат жұмыс жасады. Осыған байланысты жаңағы мерзімдік еңбекақыны есептейміз, яғни 182-ні көбейтеміз 2000 теңгеге. Келесі, кесімдік еңбекақы. Кесімдік ақы төлеу кезінде еңбек өлшемді жұмысшының өндірген өнімі болып табылатын және белгіленген тиімді кесімді бағалауды қоспағанда тап осы кезде жүйеде еңбекақы өнімінің әрбір бірлігіне есептелінеді. Сондықтан табыс өндірілген өнімнің санына, сапасына тәуелді. Табыс мына формула бойынша есептелінеді: еңбекақы тең болады өнім бірлігінің кесімді бағасы көбейтеміз дайындалған өнімнің мөлшеріне. Бұған да мысал келтіріп қойдым. Бұл мысалда жай қарапайым сөзбен есепке тоқталмаймыз, қарапайым сөзбен айтып кететін болсам, әр жұмыскер өзінің өндірген өніміне қаратай белгілі еңбекақыны алады. Сонда мерзімдік еңбекақы ол сағатқа төленетін төлемақы болатын болса, сағатына, уақытына, ал кесімді еңбекақы бұл өндірілген өнім көлеміне төленетін төлем мөлшері. Еңбекақы төлеу мынандай түрлерге бөлінеді: негізгі еңбекақы және қосымша еңбекақы. Негізгі еңбекақы мынандай төлемдер жатады: бірінші, мерзімдік, үдемелі және кесімді еңбекақы төлеу кезінде орындалған жұмыстың сапасы және мөлшері үшін пайдаланған уақыт үшін төлемдер. Екінші,
еңбектің қалыпты жағдайын ауытқумен байланысты төлемдер, яғни мерзімнен тыс жұмыстар, түнгі уақытта, мереке күндер және тағы басқа. Қызметкердің кесірінсіз тоқтап қалулар үшін төлемдер, сыйлықтар, сыйлықақылар, үстемелер және тағы басқалар. Бұл негізгі еңбекақыға жатады. Келесі, қосымша еңбекақы. Ұжымдық келісім шарттарда және еңбек туралы заңдарда қарастырылған жұмыс жасалмаған уақыттар үшін төлемдер жатады. Демалыс уақыттарына ақы төлеу, мемлекеттік және қоғамдық міндеттерді орындаған уақыттар үшін ақы төлеу, кішкентай балалары бар аналарға жұмыстағы үзілістер үшін ақы төлеу, жасөспірімдерге белгіленген жеңілдік сағаттарда ақы төлеу. Көп назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.